Ассалаумағалейкум, ардақты алаш жұрты. Барлықтарыңыздың отбасыңызға амандық, елімізге, жерімізге береке, тыныштық, имандылық болсын. Көк туымыз қиямет күніне дейін көк аспанымызда желбірей берсін. Менің атым Жұмай, Астана іргесіндегі Қоянды ауылында тұрамын. Телефон, WhatsApp нөмірім 8702 268 1187. Сіздерге бұл видеоны жолдап отырған себебім, былтырдан бері Қытайда жүргізіліп жатқан зұлмат саясатты білесіздер. Сол саясаттың салқынымен осындағы қаншама қандастарымыз Қытайға барып паспортын қайтып ала алмай, болмаса сол жақтың түрмесіне тоғытылып жатыр. Ал бұл жақта асыраушысынан айырылған олардың бала шағалары, біреуінің жары, біреуінің кәрі әке шешелері тұрмыс тауқыметін тартып жатыр, тұрмыста қиыншылық шегіп жатыр. Осындай кісілерге көмектесу негізінде өздеріңізге осы видеоны жолдап отырмын. Себебі сіздер жазған арыздарыңызды 3 тілде, Қытай, Қазақ, орыс тілінде жоғарыдағы ағаларға жеткізуге және отбасыларыңыздағы қиыншылықтарға көмектесуге біздің Серікжан Біләшұлы, Қыдырәлі Оразұлы қатарлы азаматтар бас болған жаңағы Атажұрт ерікті жастар деген ұйым бар. Осында қалталы азаматтар сіздердің тұрмыс қиыншылықтарыңызға көмектеседі. Егерде осындай жағдай келіп бастарыңызға қиналып жатсаңыздар, менің нөмірім 8702 268 1187. Астана көлеміндегі, Қоянды, Қосшы, Талапкер көлеміндегі қандастарымыз, бастарыңызға осындай күн туған қандастарыңыз болсаңыздар, осы нөмірге хабарласыңыздар. Сіздерге жақыннан жәрдемші болуға даярмыз.